қуаныштан қағыс естіп отырмын. Жоқ, балам. Мен қатты адасып жүріппін. Тағдыр маған жақсылықпен түсінбесең, басқаша түсіндірейін деген ғой. Күнімді толқынға қаратып қойды. Ал толқын болса, сен кезінде сөйтіп едің деместен, берілмеуді үйретіп, қолдау болды. Мен оған ризамын. Анашым, аса маңызды қадам жасар алдында бұл сөзіңіз маған үлкен демеу болды. Қандай қадам, балам? Мен әкемнің аманатын орындауым керек. Ол үшін алдымен толқыннан бастайын. Оған үйленуге ұсыныс жасайын. Екеуміз шаңырақ көтереміз. Компанияны толқынның ғана мойнына артып қоймай, екеулеп әлемдік деңгейді бағындырамыз. Көп, балам. Батамды бердің. Рахмет, анашым. Жақсы, ал мен кеттім. Сіз шаршап қалмаңыз. Толқын, не болып? Сіз оны қайдан білдіңіз? Қазір мен саған бәрін айтып түсіндіремін. Сен Саламат деген жігітті білесің бе? Тоқтаңызшы. Аты таныс сияқты. Қазір сол жігіт сенің анаңды қақты деген күдікпен тергеу изоляторында отыр екен. Саламат дейсіз бе? Иә. Суретті саған жіберем. Анамды қаққанда менің жанымда болған жігіт емес пе? Иә. Өзі де солай деп отыр. Мына жігітті мас қылып, кісі қаққан көлігіне отырғызып кеткен. Тәртіп сақшылары оны мас күйінде тапқан соң, қаққан сол екен деп алып кеткен. Ал негізі рөлде Қайдар болыпты. Неге олай істеген? Жаным-ау, Қайдардың есі дұрыс емес. Қайдардың есі дұрыс болса, қазір жындыханада емделе ме? Жынды болғасын істеген ғой. Сізді андырпаймын. Жарайды, мен кейін хабарласайын. Сен аздап есіңді жиып алып отыр. Иә, толқын, не болды? Қоңырау шалған. Толқын, қоңырау шалған. Толқын, не болды? Айтсаңшы. Саған не дерін, тіпті не айтарымды білмей тұрмын. Сенің жылағаны жаныма батады. Айтшы, не болды? Менің анам жол апатынан қайтыс болды. Көп болған жоқ. Оны көлік қағып кетті. Түсінікті. Қаққан адам табылды ма? Иә, бірақ осыған дейін біз басқа адам деп ойлағанбыз. Ол адам жазықсыздан жазықсыз түрмеде отыр. Ал қаққан адам бостандықта жүр. Еміз ұсталды ма? Жоқ, ол қазір жындыханада. Әрине, қиын жағдай. Ең қиыны, мен ол адамды танимын. Және бұл оқиға менің кесірімнен болды. Сенің не қатысың бар? Жындыханадағы Қайдар деген жігіт неше жыл бойы артымнан қалмай қойды. Үйленейік деп соңыма түсті. Мен сүймеген адаммен қалай отбасы болмақ? Сөйтіп бас тарттым. Анамды, інімді бағам деген, ал ол болса мен сөзімді қабылдамай қойды. Сөйтіп Жарайды, айтқаныңды айтпай қой. Қиын екенін түсіндім. өзінше мен барымнан айырып, мендік болады деп ойладым ба деймін. Сөйтіп анамды қағып кетті. Аса ғана емес, байқаусыз да болса ше. Мүмкін. Бірақ ол ондай істі бүйтіп бір кетпестен істейді. Иә, оның рас. Махаббат
өз аяғымен жүргенге не жетсін? Қайдан жүрсің? Құлпырып кетіпсің. Мынаны қара. Осы жасыңда күйеуге шығайын деп жүрсің. Жоға. Сен де айтасың ол. Раушан күйге тиімде жатыр. Қойшы. Шынымен бе? Кімге? Күнгесі қалай? Құдалар деген шіріген бай. Екі үлкен үй, Алматының қақ ортасынан 5 пәтер, ферма, компаниясы бар. Келіп, кешірім сұрап, ұлымыздың әбестігі үшін кешірім сұраймыз деп, сіздей адаммен құда болу бақыт, қызыңыз қандай, өзіңіз қандайсыз деп, келіп міне жүзік, сырға тақ кетті. Ал құдалықтың сән салтанаты бөлек деді. Раушанды жөн жоралғысымен алып кетеміз деп отыр. Үлдемен бүлдеге ораймыз деді ғой. Дұрыс болған екен. Бақытты болсын. Өзіңде сондай құдаларың болса екен деп армандаушы едің ғой. Иә. Енді биікке шығып алып, тарс етіп баспен жерге қадалып жүрме. Кекете бер. Маған бәрібір. Өзіңнің қолың жетпеген соң не демейсің? Құдайға шүкір қайда сенің ұлыңа күйеуге тимегеніне. Әйтпесе жанжалдың көкесі сол кезде болатын еді. Тақыр кедей. Не үйі, не компаниясы өзінікі емес. Жалқау, масқара. Қайта Құдай бізді сақтады. Иә, бізді де Құдай сақтады. Иә, менің қызым енді сендерге арман. Көресің енді қызымның қандай керім болатынын. Әлгілердің аттары кім еді? Жаттап үлгермедім. Раушан сол құдалардың әулетін өркендетіп, көгертіп, бақытты етеді. Көр де тұр. Әйтеуір сасытып жүрмесе болған. Сәуре, қандайсың, а? Мүгедек болсаң да әлі сабаңа түспепсің, е? Мен болсам қуанышыммен бөлісейін деп алып ұшып кетіп. Ал сен қуанғанның орнына мен кеттім. Тойыма шақырам. Ана Толқын ақша берсе, сыйлығыңды алып келерсің, е?